Павлодар ауданы ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімінің жанында Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң талаптарының сақталуына және мемлекеттік тілді қолдану бойынша мониторинг тобы құрылды. Топтың құрамында жастар орталығы мен тіл жанашырлары бар. Алғашқы тексерісімізді Кемеңгер ауылының Қазпошта және халыққа қызмет көрсету ұйымдарынан бастадық. Осы нысандарға тіл заңнамасы жазылған жаднамалар таратылып, қызметкерлерге заң талаптарының сақталуы туралы түсіндірілді. Қазақ тілін оқыту бойынша QR-коды бар плакаттар ілінді. Әрі қарай біз Павлодар ауданының халыққа қызмет көрсету орталығы мен поликлиникасына бағыт алдық. Халыққа қызмет көрсету орталығында ақпарат екі тілде қамтылған және жүгінген адамдарға екі тілде қызмет көрсетеді. Орталыққа қазақ тілін оқыту бойынша QR-коды бар плакатты ілдік. Осы орталықта жұмысын атқарып жүрген өзге ұлт өкілі қазақ тілін үйреніп, барынша мемлекеттік тілде түсіндіруге тырысатынын айтты. Нысандарды тексеру барысында кейбір көрнекі ақпараттардың мемлекеттік тілде толық көрсетілмегенін байқадық. Жалпы қателер бойынша ескертулер жасалды және қандай да сұрақтар болса көмектесуге дайынбыз. Мониторинг тобының жұмысы әрі қарай жалғасатын болады.